20 жасар студент Кана бір университетте Алматыда оқиды. Ол жаңағыдай армандап қыздармен бірге жүргісі келеді. Бірақ оның қатарындағы қыздар көбісі бермейді, жаңағыдай жас қыздар. Просто тек отношения құрып жүргісі келеді. Бірақ 20 жасар Канаға тек ұнататын тек қосылу, перісу деген ой сол. Сөйтіп бір күні сайтқа кіріп, енді өздеріңіз де біліп отырсыздар ғой қандай сайт екенін, айтпай-ақ қояйын. Кіріп жүрмеңдер оған, шынын айтайын. Сол сайтқа кіріп, жасын қойып қояды, 18 бен 40 жастағы деп қояды. Сөйтіп әркімге жазып шығады, сәлем қалай деп. Кана өзінің суретін, дерзкий суретін қойып қояды. Қалада түскен, әдемі бір ең удачный сурет дегенде соның суретін салып қояды. Бәріне жазады, жасы үлкендер ұрсып жібереді, біреулері боқтап жібереді, басың істей ма, сен не айтып жатсың? Мен сенің шешеңмен жасты адаммын, мен сенің әпкеңмен жасты адаммын деп. Жас қыздар сірә жауап бермейді, себебі жас қыздар ол жерде жұмыс жасай ма, бір бәлелер айтып жүр. Сөйтеді де бір кезде бір әйел жаңа жылға жиналайын деп жатырмыз деп жазып қояды. Жаңа жылға жиналайын деп жатырмыз, WhatsApp-қа тіркелеміз және жиналамыз, ақшадан тастаймыз, сосын типа бір вечеринка жасаймыз дейді. Оны Кана көреді, ол әйел жасы 35 екен. Кана көреді, оппана деп жаңағы әйелге жазады. Осындай вечеринкаға кірейін деп едім мен. Сен жасың қаншада дейді, мен жасым 30-да дейді. Сен жасың 20 деп жазып отыр ғой дейді, 30-дамын, серьезно айтамын конкретно. Үйленгенсің ба дейді, жоқ үйленбегем, сол мына бір өз махаббатымды кездестірем ба деп Кана құлақтан тебеді да сөйтіп. Сосын бір кезде не істейді, жарайды дейді, WhatsApp-қа тіркел дейді, WhatsApp-қа тіркейді. Сөйтсе бұлар 10 күннен кейін жинап жатыр екен, бір хата снимать етеміз деп. Сөйтсе жаңағы Кана ақша тастайды, бәрі тастайды. Біреулер жазады, анау мынау там. Жігіттердің кірсе, бәрі әйелдердің дауысы, бәрі қыздардың дауысы, непонятно. Кананың бір өзі үндемей отырады, бірақ не болып кетті мынау? Менен басқа жігіт бар ма дейді, бар шығар дейді. Сөйтіп жиналыс күні келеді, яғни вечеринка болатын күні келеді, бәрі келеді. Сол жерде бір-бірімен сөйлесіп, кәдімгідей вечеринкаға келеді. Сөйтсе 10 шақты қыз отыр ана жерде. 30 бен 40-тың арасындағы бәрі. Кананың бір өзі тұр, жігіт жас 20-да. Сен кімсің, не істеп жүрсің бұл жақта? Қалай адасып кеттің? Не істеп жүрсің деп айтады ана жердегі әйелдер. Мен Канамын ғой, анамын группадағы. Сен жасың 30-да ма? Что-то түрің кішкентай көрінеді ғой дейді. Канада қу ғой. Басқа жерім кішкентай емес қой мен. Уа-ха-ха деп бәрі күледі сол жерде тұрып. Болды, отыра берші, ана нормально болып кетеді деп ішінде бір әйел шығады. Отыра бер, Кана, арамызда бір қоразымыз деп қояды. Арамызда бір текеміз деп намек тастайды да. Кана оппана, как раз іздеп жүрген сондай. Сөйтеді де бір Кана тұрады да. Бәрі ішеді, жейді, ана жерде хай-вай, би, гір-гір общение кетеді, билейді. Соңғы жағында бәрі Канаға жабыса бастайды. Кішкене қызып қалған көбісі, ана жерде бәрі почти Кана тек ішпейді да дей. Қызып қалған, дос-балдарына звондайын десе звондай алмайды, қой звондайын ба, звондамайын ба деп. Сосын бір кезде Кана, достарың бар ма, жігіт нормально, айғыр достарың бар ма, мүше сүрген там, жақсы беретін достарың бар ма деп Канаға жабысады. Кана шешесі бөліскісі келмейді да, Кана онымен бірақ болғысы келіп жүр да. Шетінен береді сталы. Біреуді кухняда береді, біреуді ваннада береді, біреуді туалетке ракым қойып береді қыз. Сөйтіп жаңағыдай бір дәрісін ішіп алып бере береді Кана. Біреудің аузына береді, біреудің бетіне ағызып береді дегендей. Канаға да керегі сол сөйтіп тырылдатады таңға шейін әрқайсысын беріп. Олар да сол біліп келген ғой, әдейі сондайлар болсын деп өтіріктен, жаңағы өтірік мас болып отқандар да бар. Ана жерге біреуді спальныйда береді. Сөйтеді Кана әрқайсысын беріп, біреуін қалдырмай, оның бәрін каждыйына беріп шығады ғой. Сөйтіп тырылдатады каждыйын. Сөйтіп телефондарын бәрін жинап қояды, алып алады өзіне Кана. Сөйтеді жаңағы таң атқан кезде Кана тайып тұрады ғой. Телефондарын бәрін алып алған WhatsApp-тан. Сөйтеді скрин қылып группадан шығып кетеді, короче. Сөйтіп уақыт өткеннен кейін Кана каждыйына жазады. Каждыйын әр апта сайын сөйтіп әр аптасынан кейін әрқайсысын бір беріп жүреді, короче. Сол Канаға керегі сол еді негізі. Сөйтеді бір күні біреумен кездеседі. Сөйтсе ол дәу әйел екен, толық. Кана енді кішкене арықтау ғой. Сөйтсе соған перісіп жатқан кезде атаба үстіне мінген кезде Кана демалмай қалады ғой. Шамасы келгенше әйтеуір. Сосын перісіп болғаннан үйіне қайтады, сосын квартирадағы балдар келіп айтады, «Чо там, Кана? Салбырап қапсың ғой, 10 әйелді бергендей» деп прикол ұстайды да. Олар білмейді ғой. Тура айтқандай Канаға күліп жүреді, 10 әйелді беріп жүрмін так деп қояды. Балдар енді бір-біріне мақтанады, ақымақшылықта. Мақтануға болмайды ғой. «Ой, чо там, тартса, деп таратпаса, Канадамын десең болды, нормально кездесіп кетесің» дейді. Бірақ Канадамын деп айтпесе олар танымаса беріспейді, типа өтірік істеп жатыр, таныстар ма деп ойлап қалады. Сөйтеді жігіттер Канадамын деп әрқайсы беріп жүреді алар ше. Оларға да сол керек, бұларға да сол керек деген сияқты. Сөйтеді бір күні тағы да бір вечеринка жасайтын болады.
сөйтсе ғашықтар күніне вечеринка жасайтын болады. Кана айтады, жігіттерді алып келемін дейді, қыздар, сіздер 10 жина дейді. Сөйтсе 5 бала болып барады кана, аналар 10. Сөйтсе бұлардың бәрі жаңағы құрбылар екен, жаңағы әйелде. Бір жерде жұмыс істейді типа. Өңкей жаңағыдай құмар, еркек құмар әйелдер екен да. Бір емес бір екеуі. Сол жерде ана кинодағыдай шай тамақ ішіп болғаннан кейін сол жерде мансыз қарап беріс кетеді ғой, кәдімгідей кинодағыдай. Бәрі бір жерде тырылдасып, кәдімгідей бір-бірін ауыстырып беріп, үстінен беріп, астынан беріп, ананы беріп дегендей. В общем, бұлардың мақсаты сол кинодағын істеу керек болып жүрген ғой. Сөйтсе бір кезде соның бәрін ұйымдастырып жүрген Кана еді негізі. Бір күні бір жігітте кездесіп қалады, Кана, жатам қалай жағдай, ана мынау дейді. Сол бірдеме дейді. Жүрміз, ана мынау келсе біз жаққа тартсай дейді. Не болды дейді, бір әйелдер бар конкретно. Нормально берісіп қояды, короче. Квартира бәрін өздері жалдайды, тек келсең болды. Резинканы ішін өздері алып қояды дейді, короче. Тек отырасың, тек резинканы барасың, полный пустой карманмен барасың, ішіп жеп беріп, ана жрачка бәрі бар дейді, короче. Барасың дейді, тек резинаға ішін алып қояды өзін, толтап. Резинаны киіп аласың да, на вкус любой ұстап алып бере бересің. Оларға да сол керек өздеріне дейді. О, болды дейді. Сөйтеді Кана алтын шығып жаңа баланы алып алады. Сөйтсе жаңағылар тағы да бір праздникте дайын отырып, тағы да переседі. Сөйтсе ана жігіт айтады, қой шешін, не болып кетті мынау дейді. Мен ойлағам дейді, тек біреуін алып беретін шығармын. Мынау жерде таза кинодағыдай болып отыр ғой, бір-бірін ауысыпты. Сосын үйіне барып ана бала ойнады да, Канаға айтады, Кана қойсай, не болып кетті мынау істеп жатқан тірліктерің. Сендер американский кино болып кетті ғой дейді таза. Сен жігіттер дейді айтады, қасындағы группаластарына. Сосын Кана үйіне келіп айтады, жігіттер мына тірлікті қояйық. Не жүрсіз? Оларға бәрібір жастары үлкен. Біздер өмір бар алдыда, жаманшылықтан бұзылмайық. Одан да өзіміз қатарлы қыздарды тауып, солармен отношение құрып, ол бітпейді, бұл кайфтың арты жағы бітпейді, жүре бересің, темасы бітпейді деп. Одан да бір жақсы қыздарды табайық, не қылайық, отношение құрып жүрейік, кәдімгідей нормальный жігіттер сияқты дейді. Қасымдағы 5 бала барлығы түсінеді, болды, короче. Нөмірлерін дауыстырыңдар, вечеринкасы құрсын дейді, бәрін тазалаңдаршы. Керек емес, ешкіммен араласпаймыз, болды, әрқайсымыз бір қыз табамыз, скоро уже үйленуіміз керек. Сөйтеді жігіттердің бәрі әрқайсысы бір қыздан тауып, жақсы қарапай сөйтіп үйленіп кетеді. Каждый үйленіп, жақсы семья болып, содан кейін осы оқиғалардың барлығын есіне алмаймыз деп айтады. Бұндай нәрселерді еске алмау керек, бұндай жаман нәрселерді ұмыту керек, жоламау керек, алысырақ жүру керек. Біреудің өмірін құртып, өзімнің өмірін құртып деп Кана келіседі бәріне. Жарайды дейді балдар. Сөйтіп жігіттер бір-бірімен келісіп, бұл нәрсе тіпті болмағанда, еске алмағанда енді қайтып сөз қозғамаймыз деп, сөйтіп бұлар бұндай әңгімені қояды. Бәрі үйленіп, жақсы семья болып кетеді, бұндай заттарға жоламайды. Енді көргендеріңіздей бұндай жаман тірліктер талай қалада да болып жатыр, Алла сақтасын. Құдай сақтасын, енді өздеріңіз ойланып көріңіздер, осындай нәрседен аулақ жүріңіздер. Енді мына арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.